Аты жөнім Әшірмет Земат Тұрсыметович, 1990 жылы туылғам. Қылмыстық кодекстің 207-ге алысып жатырмын, 7 жылға бас бостандығынан айырылдым. Өдебайлы қарай деген Өзбекстанның бағысы. Соны тыңдап, сотталып кеттік қой. Өзбек болған өзбекше мағасын тыңдақтық қой, қазақша онша білмеген. Өдебайлы қараны тыңдаған кезімде ол мазхаб туралы айтатын еді, ол мазхабсыз жүре берсең болатын еді дейді. Абду Вали Кори лақап атымен танылған Мирзаев Өзбекстанда дүниеге келген. Еңбек жолын Әндіжанда бастап, Ферғанада жалғастырады. 1995 жылы із-түссіз жоғалып кеткеніне қарамастан, жақтастары оның уытты уағыздарын көбейтіп, таратып жатыр. Ескертеміз, Өзбекстан Республикасының билігі оны тыйым салынған уағызшылар тізіміне енгізді. Істі болған жастар Абдували Коридің уағыздарынан кейін радикалды идеологияның шырмауынан шыға алмай қалғандарын айтқан. Абдували Кори сол имамдар ол басқа мазхабты ұстайды, мазхабтың разницасы жоқ дейтін еді, ол мазхабты ұстасаң ұстамасаң деп солар туралы айтатын еді ғой. Мен әкем дальнобойщик жұмыс істейді ғой. Сол мен де дальнобойщик едім ғой. Сол Қазақстаннан Россияға сонда еді ғой, Өзбекстаннан. Дальнобойщик болып жүргенмін. Сол кезде нәшиделерін тыңдап жүргенмін. Телеграм болған менде. Телеграм ішінде нәшиделер болған ішінде. Нәшиделердің ішінде 200-ге жақын болған. Соның ішінде 50-ге жақын сондай пропаганда бар деген. Ол білмеймін мен арабшаны қалай ол. Арабшаны білмеймін. Өзім просто емусаға беріліп тыңдап жүргенмін ғой. Пропаганда өлеңдер болған ішінде дейді, аударма солай болып шығады дейді. Экстремист сол соғысқа шақыру сондай ғой. Жихадты бұрын 2022 жылдары сол адамдармен соғысу сондай деп түсінгенмін. Абдували Қарины тыңдамасам, бұндай андайға ситуацияға түспейтін едім. Нәшиделер тыңдамағанда. Соны тыңдап, сотталып кеттік қой. Қазір мен мемлекеттің алдында істеген қылмысын мойындап отырмын. Абу Ханифа мазхабын ұстап өзгердік қой.